Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер? Сіздермен өндірістік оқыту шебері Сағадибекова Әлия. Бүгінгі біздің тақырыбымыз әрлеу жұмыстарының шебері. Модульдің тақырыбы құрылыс дұбақ және плита материалдарын, дайын құрамдарды және құрғақ құрылыс қоспаларын пайдалана отырып ғимараттар мен құрылыстардың ішкі беттерін өңдеу. Сабақтың тақырыбы беттерді тегістеу болып аталады. Сабақтың мақсаты дайын композициялар мен құрғақ құрылыс қоспаларын қолдана отырып ішкі және сыртқы беттерді әрлеу әдістерін үйрену. Кіріспе нұсқаулық. Жұмыстарды орындау кезіндегі қауіпсіздік техникасын сақтау қажет. Жұмыстарды арнайы киімде және жарамды құрал-сайманмен орындау. Жұмыс орнын таза ұстау, артық құрал-саймандар мен керек жарақтардың болуын жол бермеу. Дұрыс жұмыс тірегін сақтау, құрғақ қоспаларын және қалақшалармен жұмыс істеу кезінде химиялық заттардан қолдың қауіпсіздігі және қалақшаның өткір бұрыштарынан кесу үшін қолғаппен жұмыс істеу қажет. Құрғақ қоспалармен жұмыс жасағанда ауа жолдары мен шарышты қабықтарды құрғақ қоспаның шаңынан қорғау үшін маскалар мен көзілдіктерді немесе респираторларды қолдану керек. Жұмыс кезінде киім барлық түймелерге бекітіліп, жеңдер байланған болуы керек. Жұмысты бастамас бұрын баспалдақтың немесе баспалдақтың беріктігіне тағы бір рет көз жеткізу керек. Жұмыс орны жеткілікті түрде жарақтандырылуы қажет. 10 беткі қабаттың қателіктері. Біріншісі, қажет емес жерлерді сылау, лас құралдар, шпатель дұрыс таңдалмаған, құрал бүлінген немесе ақаулы, шұңқыр ерітіндісі тым сұйық немесе қалың, қабырғаның құрғақ беті, үлкен ақаулары бар дайын емес бетке немесе қабырғаға шыбықты жағу, екінші қабатты біріншісін тазалай жағу, қате таңдалған шыбық және тағы да басқалары. Келесі кезең бізде практикалық жұмыс, сол жақта кездесеміз. Құрметті студенттер, мына біз жұмыс істеу орнына келдік. Сіздерге ең алдымен шпательдің түрлерімен таныстырып өтейін. Бізде ең үлкен шпательдің түрі болады, және орташа, одан да кішірегі және ең кішірегі. Егер біліктілігі көп мастерларға бізде осындай үлкен шпательді қолдануға болады. Мен жаңадан келгендіктен осы шпательдің түрін қолданамын. Және қауіпсіздік ережесін айта кетсек, біздің жұмыс істейтін орнымыз таза болу керек, артық құрал-саймандар болмау керек, тұрмау керек. Және де шпательіміздің бір шеті сынып қалған жағдайда қолымызға түспеу үшін перчатка киюіміз керек, қолғапты, және өз үстімізде киіміміз болу керек, қажетті. Ал сынық шпательдерді бізге қолдануға мүлдем болмайды. Ал маған ең ыңғайлы шпатель орташа болғандықтан кейін осы шпательмен жұмыс жасаймыз. Ең алдымен массамызды шпательға жағамыз. Жағып алғаннан кейін кез келген жақтан бастауға болады. Оңнан солға, жоғарыдан төмен істесе болады. Төменнен жоғары істесе болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жұмыс жасаймыз. Мен сол бойынша жұмыс істейтін болғандықтан бұған осылай жоғарыдан төмен, төменнен жоғары жасау ыңғайлы. Артынан осылай бетін тегіс істейміз. Осылайша біздің беттік тегістеуіміз осындай теп-тегіс және әдемі болып шығады. Назарларыңызға рахмет.